Достар, баршаңызға сәлем. Қалай 6 банктен кредит шығады, шықпайды? 6 банкті тексеру арқылы соны білетін боламыз. Ең алдымен Технодом приложениесіне кіреміз. Осы жерде өзімізге товар таңдаймыз. Мен мысалға мына стиральный машинаны таңдай салайын. Холодильник. И мынаны таңдаймын. 60 айға дейін деді, корзинаға саламыз. И корзинаға кіреміз. Мынаны өшіріп тастай салайын. Мына холодильник дедім, иә. Енді осы жерде оформить заказ деген жерде барлық бағасы тұрады. 24 айға да 14 мыңнан бөлінді. Оформить заказ дейміз. Енді осы жерде менде барлық данныйларым шығып тұрды. Енді укажите пункт самовызов дейді. Егер өзіңіз баратын болсаңыз, осы жерде самовызов, өзіміз бір жерде таңдай салайық, бір магазинді. Мен мынаны таңдай салайын, примерно таңдау. Енді мына жерде способ оплаты деген жерде рассрочка кредит дегенге белгі қоямыз. Және инімізді жазамыз. Оформить заказ деп басамыз. Мінеки осы жерде Евразия, Freedom Finance, Халық Форте, Home Credit, Жусан, Банк Центр Кредит, Freedom Finance. Осы бізде 8 банктен қай банк одобрение береді, сол шығатын болады. Келесі продолжить деп басамыз. Обновление болып жатыр, тексеріп жатыр бізді. Менде уже 4 банктен отказано болды. Осылай сіздерге одобрение болса, қай банктен одобрение деп тұрады. Менде өткені уже 4 банк отказ. Егер сіздерде осылай одобрение берсе, қай банктың тұсында одобрение деп тұрады. Менде уже 6 почти отказ. Енді Home Credit пен банк Freedom Finance қана қалды. Тоже оларда отказ болуы мүмкін. Менде өткені кредитный историямызға қарайды. Осылай, достар, өзіңізге қай банк кредит береді, соны осылайша тексере аласыздар.